Сәлем қыздар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ең дәмді синнабоны пісіретін боламыз. Дәмі де сөз жоқ, өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп қоңырауша белгісін басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда ең қызықты оңай рецепттер бар, кіріп көрсеңіздер болады. Ең алдымен ыдысқа жұмыртқаны саламыз, үстіне қант саламыз, венчиктің көмегімен бір жақсылап араластырып алатын боламыз. Миксермен араластырудың қажеті жоқ. Енді ертіп алған сары майды саламыз. Үстіне жылы сүтті салатын боламыз. Сүт суық болмауы керек, онда қамырымыз көтерілмей қалады. Үстіне тұзды саламыз, дрожжды саламыз. Ваниль өз қалауларыңызша қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Ваниль қосамыз. Енді барлығын жақсылап тағы да араластырып аламыз. Енді үстіне ұнды електен өткізіп салып аламыз. Електен өткізу міндетті, сол кезде қамырларыңыз жақсы көтеріліп шығатын болады. Бір жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Оның барлығын салмаймыз, жартысын салып тұрамыз. Сосын қалған бөлігін салып, лопаткамен араластырамыз, сосын қолымызбен араластырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Ұн көп қоспаймыз, артық қоспаймыз, өйткені біздің қамырымыз жұмсақ қолға жабысатын болу керек. Егер қамырларыңыз қатты болып қалса, синнабоны піскен кезде де қатты болып қалатын болады. Міне дәл осындай жұмсақ қамыр болады. Бетін жауып, целлофан пакет, не болмаса пищевая пленкамен жауып, жылы орап, бір жарым сағатқа көтерілуге қалдырамыз. Менде 1,5 сағатта дәл осылай көтеріліп шықты. Енді көтерілген қамырды қолымызды майлай отырып, тағы да бір илеп аламыз. Дәл осылай қолымызды қайта майлап, илеп аламыз. Сосын тағы да бетін жауып, орап, 30 минутқа қалдыратын боламыз. Тағы да бір көтеріліп шығу керек бізде қамыр. Міне дәл осылай жабамыз. Енді ішіне салатын салмасын дайындап аламыз. Салмасына бізге қант пен корица керек болады. Дәл осы оригинал рецептте корица қосылады. Егер сіздерге корица ұнамайтын болса, какаомен де жасасаңыздар болады. Қамырымыз көтеріліп шықты. Енді қамырбен жұмыс жасаймыз. Тек қана қолымызда майлап жұмыс жасайтын боламыз, ұндамаймыз. Ұндасаңыздар, қамырларыңыз қатып қалатын болады. Дәл осылай әуелі қолымызбен жайып аламыз, сосын оқтаудың көмегімен төртбұрыш етіп жайып аламыз. Қамырды жұқа жаймаймыз, қалыңдығы 0,5 мм болуы керек. Енді ішіне жұмсақ, бөлме температурасында еріп тұрған сары майды қолымызбен жайып шығатын боламыз. Сары майды ертіп жібермейміз, дәл осылай жайып шығуымыз керек. Қыздар, менің каналымда тағы да басқа өте қызықты рецепттер бар. Менің каналыма тіркеліп алсаңыздар, алда қызықты рецепттермен сіздермен бөлісіп отыратын боламын. Енді ішіне салмасыны бір тегістеп осылай салып шығатын боламыз. Мен корицасы көп болғанына ұнатамын, сондықтан корицасыны көптеу қостым. Егер сіздерге ұнамайтын болса, мөлшерін азайтып қоссаңыздар да болады. Енді қамырды рулет тәрізді орап шығамыз, шеттеріні қолымызбен қысып жауып шығамыз. Ашылып кетпеу керек бізде. Енді жіптің көмегімен 2-3 сантиметрде қалыңдықта кесіп алатын боламыз. Жіптің көмегімен де болмаса, өткір пышақтың көмегімен кесеңіздер болады. Бірақтан осы жіппен кескен өте ыңғайлы, өте жақсы бір тегіс кесілетін болады. Арасында оралған жерлері көрініп тұру керек. Егер пышақпен езіп кесіп қоятын болсаңыздар, арасындағы оралған жері әдемі көрінбей қалатын болады. Сондықтан дәл осылай жіппен кесіп алғандарыңыз дұрыс. Пергамент салынған листке арасын ашықтау етіп теріп шығамыз, өйткені ісіп бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Тағы да бетіні пищевая пленкамен жауып, 20-30 минутқа қалдыратын боламыз. Енді осы аралықта біз кремін дайындап аламыз. Бөлме температурасында жұмсап тұрған сары майға қант ұнтағын салып, миксермен араластырып аламыз. Оның үстіне творожный сырды салып, тағы да миксермен араластырып, крем дайындап аламыз. Бізде қою крем дайын болады. Кремді тоңазытқышқа сала тұрамыз. Ісіп шыққан
булочкаларды бетін ашып, шеттері ашылып кеткен жерлерін кішкене жауып, қызып тұрған пешке салып, 25-30 минут уақытта пісіріп алатын боламыз. Дәл осылай көтеріліп, ісіп, үсті қызарып, пісіп шығу керек. Өте әдемі болады. Енді біз ыстықтай үстіне крем жағып шығуымыз керек. Ыстықтай кезінде крем жағу міндетті. Өйткені осы ыстық кезінде крем жақсаңыздар, кремі еріп, булочкалардың ішіне сіңіп, жұмсақ болып, өте дәмді болып шығатын болады. Барлығының үстіне дәл видеодағыдай крем жағып шығамыз. Ыстықтай жесеңіздер өте дәмді болады. Міне барлығын осылай дәл видеодағыдай жағып шығамыз креміні. Енді мен үстіне миндаль жаңғағын сеуіп қойдым, бірақтан ол міндетті емес. Өздеріңіздің қалауларыңызша жасайсыздар, мүлдем сеумесеңіздер де болады. Өте дәмді болады қыздар. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Корицаның иісі өте ерекше болып шығып тұрады екен. Маған өте қатты ұнады, отбасыма да өте қатты ұнады. Кремі де өте дәмді болып шығады. Үстінде еріп, булочканың ішіне сіңіп, жұмсақ болып шығады. Шаймен өте керемет болады. Видео ұнаған болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар.